Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабақ бастамас бұрын менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Instagram жеке парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет. Оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Баршаңызға сәлем. 同学们好. Бүгін сіздердің бастапқы деңгей 24 сабақтың мазмұны бойынша бүгін бірінші сабақ. Бірінші сабақтың тақырыбы мына экранда көрініп тұрғандай қазақшалап сәлемдесу. Ал қытайшалап оқыған кезде да жау ху болады. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын мен кішкене таныстырып өтейін. Біздің осы оқулық бойынша әрбір сабақ 5 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі жаңа сөздер. Бізде әрдайым сабақта жаңа сөзден 10 жаңа сөз болады. Содан кейін сөз тіркестер болады. Сосын сөйлемдер болады. Одан кейін иероглифті жазу туралы ақпараттар болады. Ең соңында сіздердің үй тапсырмаларыңыз болады. Сондықтан міндетті түрде әрбір бөлігін мұқият тыңдаңыздар. Сабақ бастамас бұрын мен Қытай тілдің ерекшеліктерімен сіздермен бөліскім келеді. Мысалы, мына экранда көрсетіп тұрғандай, Қытай тілінде 4 бөліктен тұрады. Мына ортасындағы қара реңмен жазылған бұл иероглиф. Иероглиф дегеніміз жазу, жазылу осылай. Ал үстіндегі қызылмен жазған бұл пин-ин деп оқылады. Бұның қазақшасы жоқ. Қытай тілдің дыбысталуын біз пин-ин деп атаймыз. Сондықтан кейінгі оқулықтарда да пин-ин деп айтамыз. Жаттап алыңыздар, бұл Қытай тілдің оқылуы. Ал оң жақтағы тұрған ол мағынасы. Бұл қара жазылған иероглифтің мағынасы сен, кәдімгі сен деген мағынаны білдіреді. Ал жоғар жағындағы үшінші тон деген осы иероглифтің тоны. Бұл жерде бұл үшінші тон. Ал тонға келген кезде мына экрандағы бойынша Қытай тілінде негізінде 4 тон болады. Тон дегеніміз Қытай тіл иероглифті оқыған кезде 4 түрлі дыбыспен шығару. Мысалы, бірінші дыбысқа қарап отырсақ, ол бірінші тон деп аталады бұл жерде. Ол сызық, мына оң жақтағы сары сызықта көрсетіп тұрғандай, ол түзу сызық. Оқыған кезде а деп оқимыз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Ал келесі екінші тон жоғары көрсетіп тұр. Бұны оқыған кезде жоғары көтеріп оқимыз. Ал үшінші тон ол бірінші түседі, содан кейін жоғары көтеріледі. Мысалы, оқыған кезде ал төртінші тон ол төмен қарай түсіп отыр. Бұны оқыған кезде кішкене батырыңқырақ оқимыз. Сонда бұл 4 тон бәрі бір-бірімен ұқсамайды. Шатастырып алмаңыздар. Және де бізде негізі 5-ші тон бар. Бірақ бұл 5-ші тон ода ешқандай, ол жай ғана Ода тон жоқ, ешқандай белгі көрсетілмейді. Тек қана жеңіл сол дыбыстың өзі. Мысалы, аға мысалы келтірсек, ол жай ғана оның ешқандай тоны жоқ. Ал енді қайталаймыз. Әрбір тонды 3 рет қайталаңыздар. Қайталаған кезде мүмкін бар міндетті түрде дыбыстарыңызды сыртқа шығарып қайталаңыздар. Сонда ғана тілді тез үйренесіздер. Мүмкін бар болған жағдайда. Бірінші тон кеттік. Екінші тон Үшінші тон Төртінші тон Ал енді тон жайлы осы жерге дейін айтамыз. Артында тон жайлы ақпараттар болғанда және сіздермен бөлісемін. Ал бүгінгі жаңа сөздерді қарайық. Жалпы бізде 10 жаңа сөз бар. Бірінші жаңа сөзден бастайық. Ортасында көрсетіп тұрғандай қара белгімен жазған ол иероглиф. Ал жоғар жағында тұрған ни деп оқылады. Бұны пин-ин деп айтамыз. Ни, бұл тура ағылшынша сияқты оқылады. Н-и. Ал бұл жердегі тонды идің үстіне қоямыз. Ни. Бұның мағынасы сен. Қайталаңыздар. Ни. Ал келесі сөз бізде қалай оқылады? Бұл да үшінші тон оң жақтағы мен деген мағынаны білдіріп отыр. Және де мен айта кетейін дегенім,
негізі экранның ар жағында бәлкім бастапқы деңгейдегі оқушылар отырған болуы мүмкін, бәлкім орташа деңгей. Бұл жерде мен айтқым келеді, егер сіз бастапқы деңгей 0-ден бастап жатқан болсаңыздар, тек қана пейінға назар салып отырыңыздар. Бірінші қалай оқу керек, дыбысты қалай шығару керек, соны үйреніп алыңыздар. Ал HSK 3-тен жоғары деңгей оқушылар болса, О деген иероглифқа қарап оқыңыздар. Ал келесі иероглифқа кеттік. Бұны қалай оқимыз? Та. Бұл бірінші тон. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ, жай ғана та. Ал бұның мағынасы ол. Қытай тілінде ол деген сөз әйел адамға болсын, ер адамдарға болсын, бәрі та деп айтылады. Айтылған кезде бәрі бірдей. Бірақ та жазған кезде екі түрлі жазылады, е? Мына жердегі мына қара жазылған иероглиф, бұл ерлерге арналған та. Ал келесі та, бұл да бірінші тон. Бірақ мына иероглифқа қарасаңыздар, сол жақ бөлігі алдындағы иероглифпен оқсамайды, е? Оқылуы бірдей. Бұлда та деп оқылады. Бұның да мағынасы ол. Бірақ та бұл ол әйелдерге арналған. Ал келесі мін. Мынаны қарап отырсаңыздар, бұл жерде ешқандай тон жоқ. Бұл жай ғана мін. Ешқандай бұл жерде тон жоқ, е? Жай мін. Бұл көпше жалғау, және бұл сөздің бұл жерде негізі мағынасы жоқ. Бұл мысалы біз деген сөз, сендер деген сөз, олар деп айтқан кезде артына қосымша қосамыз, е? Мысалы бұдан басқа және бізде оқушылар, мұғалімдар деп айтқан кезде міндетті түрде де артына қосамыз, е? Мысалы сендер деген сөзді қалай айтамыз? Нимін, жаңа нидің артына мінді қоса салсаңыз болды, ол көпше түрі сендер болады. Ал біз деп айтқан кезде woman дейсіз болды, біз деген мағынаны білдіреді. Ал олар деген мағынаны айтқан кезде тамын, олар деген мағынаны білдіреді. Бұл көпше жалғау. Келесі сөзге кеттік. Ол жиі кездеседі. Хау деп оқылады. Бұл жерде хау дегеніміз үшінші тон, бұның мағынасы жақсы. Және бұл иероглиф жайлы, бұл хау деген бұл Қытай тілінде, қай тілде болсын жақсы деген сөз өте жиі қолданатын сөз. Сондықтан бұл сөзді міндетті түрде дұрыстап жаттап алыңыздар. Қалай дұрыстап оқимыз, е? Хау. Бұл жақсы жаңғы тек қана сәлемдесудегі жақсы емес. Мысалы Қытай тілінде сәлем деген сөзді ни хау деп айтамыз. Мысалы хау деген сөз жақсы деген мағынасы, ол әдетте амандасқан кезде адамға бірінші тілеулес, мысалы денсаулығыңыз жақсы болсын, семьяңыз жақсы болсын деген сияқты, жаңағы қаржылық жағдайыңыз жақсы болсын деген сияқты жан-жақты тілекпен ни хау деп амандасады екен. Ал келесі иероглифқа кетсек, ол қалай оқылады? Хын. Бұл үшінші тон. Бұның мағынасы өте. Мысалы, өте жақсы. Хын хау. Мысалы, мен өте жақсымын дегенді қалай айтамыз? Хын хау. Бұл көп жағдайда жаңағы жағдайын сұраған кезде, қалайсың деп айтқан кезде, менде бәрі жақсы деп жауап берген кезде қолданылады. Хын хау деп, е? Мысалы, сен де өте жақсың, ни хын хау деген сияқты. Ал келесісі, бұл қалай оқылады? Қалай ойлайсыздар? Ши. Бұл сөздің негізгі мағынасы е, бірақ бұл көп жерде басқа ролын атқарады. Бұл ши деген сөз негізінде бізде көмекші етістік сияқты, мән мағанасы жоқ, көмекші етістік. Егер де ағылшын тілін білсеңіздер, ағылшын тіліндегі am, is, are сияқты сөздің ролын атқарады. Мысалы, қазақ тілінде мен оқушы, болмаса сен мұғалім деп айта саламыз. Бірақ та Қытай тілінде жай ғана мен оқушы, сен мұғалім деп айта алмаймыз. Мысалы, мен мұғаліммін, болмаса мен тұнықпын деп айтқан кезде, мен міндетті түрде ши тұнық деп айтуым керекпін. Мен тұнық десем, бұл сөз қате болады. Мен мұғаліммін деп айтқан кезде де ши лаушы деп айтуым керекпін бұл жерде. Міндетті түрде, егер шыны қоспасаңыз, сөйлеміңіз қате болады. Жаңағы қазақ тіліне сала де, қазақ тілі сияқты шығар бәлкім деп, қазақ тілінің формасына қоя салады. Сондықтан бұл жерде ерекше айтқым келеді. Және де ерекше бір айтқым келеді, бұл иероглифтің дыбысы. Көп оқушылар осы дыбысты дұрыс шығара алмайды. Ши деп оқылып жатып қалады, ш деп оқып жатады. Бірақ бұл иероглифтің дұрыс дыбысы ши.
Бұл негізі қазақшалап шынаяқ деп айтамыз ғой. Сол сөзге негізі көбірек ұқсайды. Шы, мысалы шынаяқ деген сөзді, шы деген сөзді 4-ші тонға салсаңыздар, тура осы иероглифтің дыбысы шығады. Шы, көп қайталаңыздар. Ал келесі иероглиф бізде қалай оқылады? Бұның алдында тұрған, мысалы ағылшын тіліндегі ағылшын буква сияқты мына Y тұрған И деп оқыла салады. Бұл жерде қазақша солай екен ғой деген сияқты. Бұның мағынасы сонымен қатар де деген сияқты. Мысалы мен де жақсымын, менің анам да өте жақсы, ол да өте жақсы, Айгүл де өте жақсы деген сияқты. Бұл деген де деген, мен де, сен де. Мысалы мен де болса 我也是, сен де, 你也是, шыны қоспай айтуымызға болады, артына етістікті қосасыз, болмаса сын есімдерді қосасыз, ешқандай айырмашылық жоқ. Деген тоже деген сияқты ғой, де деген мағынаны білдіреді. Ал келесі иероглифқа кеттік. Бұл иероглифтің дыбысы се. 4-ші тон. Бұның мағынасы рахмет. Бірақ біз рахмет деп айтқан кезде бұл иероглифті 2 рет қайталаймыз. Мысалы ше болу керек. Сіз жай ғана ше деп рахмет деп білдіре алмайсыз. Міндет түрде 2 рет қайталауыңыз керексіз. Және қайталаған кезде екіншісі біріншісінен жеңіл болу керек. Ше болу керек. Ше деген сөздің мағынасы рахмет. Енді жаңадан бері үйренген жаңа сөздерімізді бірге қайталап шығамыз. Мына экранда көрсетіп тұрғандай, мына таблицаға қарап тұрыңыздар. Таблицаның ең сол жағындағы бұл жаңағы ретті сандары. Бүгін біз үйренетін жаңа сөздің саны. Әр сабақта біз 10 жаңа сөз үйренуге тырысамыз. Содан келесі рядта тұрған пин-ин, оның оқылуы. Және де соңғы рядқа қараңыздар, бұл қазақша аудармасы. Қазір тек қана осы 3 рядқа қарап отырсаңыздар болды. Мысалы, бірінші иероглифтан бастап пин-инна қараңыздар, қалай оқылады? Ни мағанасы сен. Мен оқыған кезде міндет түрде дыбыстарыңызды шығарып қайталаңыздар. Сонда ғана естеріңізге жақсы қалады. Келесі. Во. Келесі. Та. Келесі. Та. Келесі. Мен. Келесі. Хау. Келесі. Хын. Келесі. Ши. Келесі. Е. Соңғысы шеше. Ал келесі екінші бөлігі бізде сөз тіркестер қытайшалап цзу деп оқылады. Цзу. Жаңа сөздерге байланысты сөз тіркестерді үйренеміз. Ал бірінші сөз қалай оқылады? Woman, жаңа бір айттық. Woman деген сөз біз деген мағынаны білдіреді. Woman. Бастапқы деңгейдегі оқушылар пинға қарап отырыңыздар. Орташа деңгейдегі оқушылар иероглифқа қарап қайталап отырыңыздар. Келесі. Нимен мағанасы сендер. Келесі. Олар. Бұл олар ерлерге арналған. Бұл жердегі та оқсамайды. Тамын. Келесі әйелдерге арналған. Дыбысталуы бірдей. Тамын. Бірақ иероглифтің жазылуы оқсамайды. Келесі. Мен. Ши. Бұл жаңағы ағылшын тілін сияқты I am деген мағынаны білдіреді. Тек қана I емес. Егер тек қана мен болса, ол мен. Болады. Ал мен Айгүлмін, мен оқушымын, мен мұғаліммін деп айтқыңыз келсе, міндет түрде оның артына ши деген иероглифті қосуыңыз керексіз. Ши. Мысалы, ши тұнық. Мысалы, сіз өзіңізге келтіріп айта беріңіз.
我是бәлкім Ержан, бәлкім Айгүл деген сияқты. Келесі你是сен. Сен. Бұлда да ағылшын тілі сияқты you are деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде you are деген сияқты. Ал келесі та ши. Бұл ағылшын тіліндегі he is деген сияқты сөзге келеді. He is. Ол. Ал келесі та ши дыбысталуы бірдей, бірақ иероглифтің жазылуы оқсамайды. Ол да әйелдерге қаратылып айтқан та ши. Ал келесі біз. Бұл ағылшын тіліндегі we are деген сияқты сөзі 我们是 Мысалы, біз оқушылармыз 我们是学生 мысал ретінде, ал келесі олар 他们是 олар мұғалім бәлкім 他们是老师 мысалы, 他们是 ал енді жаңа үйренген жаңа сөз тіркестерді қайталап оқимыз. Мен әрбір тіркесті 3 рет оқимын. Міндетті түрде қайталаңыздар. Дыбыстарыңызды шығарыңыздар, Мысалы, бірінші иероглиф бізде қалай пинyin жазылып тұр, және соңғы рет қазақша дегенге қарап отырсаңыздар болды. Бірінші сөз тіркестің дыбысталуы 我们 қазақша мағынасы біз. Ал келесі сендер деген сөзді қалай оқимыз? 你们 келесі олар ер адамдарға келтірген иероглиф оқсамайды, 他们 ал келесі әйел адамдарға арналған оқылу бірдей 他们 ал келесі I am,我是 ал келесі сен you are деген сөз 你是 ал келесі ол ер адамдарға арналған he is, мысалы 他是 келесі әйел адамдарға арналған дыбысталуы бірдей 他是 ал келесі біз 我们是 соңғысы олар кім? They are 他们是 Ал бірінші сабақтың 3-ші бөлігі бұл сөйлемдер. Бүгінгі үйренген жаңа сөздерге байланысты сөйлемдерді үйренеміз. Бірінші сөйлем сәлем деген мағынаны білдіреді. Қалай оқылады? Ни хао, Мына экранда көрсетіп тұрғандай, сәлем деген сөзді қытайшалап айтқан кезде ни хао. Бұл жерде екі иероглиф бар, пиннің астында ни және хао. Және міндетті түрде есте сақтаңыздар, иероглифті жазғанда да, пиннді жазғанда да, екі иероглиф болмаса екі пинн болған кезде міндетті түрде арасына орын қалтырып жазасыздар. Бұл міндетті түрде. Кейбір оқушылар өте жақын жазып алады да, артынан өздері түсінбей қалып жатады. Міндетті түрде ара қашықтығын қойып жазасыздар. Ни хао деген сөзге қалай жауап береміз? Білесіздер ме? Қытай тілінде ни хао деген сөзге ни хао деп жауап береміз. Бірдей жауап береміз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Сәлем. Ал келесі сөз қалайсың? Қазақша қалайсың деген сөзді қытайшалап қалай айтамыз? Ни хао ма. Мына ма дегенде ешқандай тон жоқ, жай ғана жеңіл ма. Ни хао ма. Бұл сұрақ. Қал жағдайын сұраған кезде осылай сұраймыз, Негізі бұның соңында тұрған ма, бұл көбінеде сұрақ сөйлемдердің артына қойылып жатады. Барлық сұрақ сөйлем емес, бірақ көп жағдайда сұраған кезде ма қосылады соңына. Ма ешқандай мағына білдіртпейді, тек қана жаңағы сұрақ қойған кезде. Ни хао ма. Ал келесі ни хао ма қалайсың деген сөзге қалай жауап береміз? Менде өте жақсы, мысалы, менде өте жақсы. 我很好. 3 иероглиф тұрады, үстінде 3 пинyin, 我很好. Тезірек оқса 我很好. Ал келесі қарсы жақ сізден сұраған соң, сіз сұрайсыз, сенің жағдайың қалай? Оны айтқан кезде нені, просто ны деген сөзді қоса саласызда, сенші деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде ныда ешқандай мағына жоқ, жай ғана бұл жерде сенші деген сөзді айтқан кезде қосатын иероглиф. Нина, ол да жеңіл, тон жоқ. Нина,
нені, сенші. Және де бұл сенші деген сөз барлық ситуацияларға келе береді. Мысалы, сіз бәлкім бірдеме жақсы көресіз. Сенші деген сияқты. Сенші барлық жерлерге келе береді. Ал келесі, сенші деп сұраған кезде, менде де жағдайым өте жақсы деп жауап берген кезде, 我也很好. Менде де бәрі жақсы. 我也很好. 我也很好. Ал ең соңында сұрап болғаннан кейін рахмет айтуды ұмытпаймыз. Ол Қытай тілінде 谢谢. 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 Рахмет. 谢谢. Ал рахметке қайтарамыз оқасы жоқ деп. Оқасы жоқты қалай айтамыз? Рахмет айтудың қажеті жоқ деген сияқты. 不用谢. Мына жерге байқасаңыздар, 不用谢. 不用谢. Мына сөйлемге қарап отырсаңыздар, негізі бірінші будың үстінде тон төмен түсіп отыр, ол төртінші тонды көрсетіп отыр. Бірақ та Қытай тілінің бір ережесі бар. Егерде 2-4 тон қатарынан келген кезде, бірінші төртінші тонды екінші тонмен оқисыздар. 不用. 不用谢. Бұл Қытай тілінің бір ерекшелігі. Егер 2-4 тон қатарынан келген кезде, кездескен бірінші пиенді екінші тонмен оқимыз. 不用谢. 不用谢болмайды бұл жерде. 不用谢болады. 不用谢. Ал соңғысы сау бол деген сөз бар. Қытай тілінде сау бол деп қалай айтамыз? 再见. 再见. Бірақ та мына жерде айта кетейін дегенім, негізі Қытайда осы кезде жастардың арасында көбінесе 再见демейді, ағылшынша bye bye деген сияқты өздерінің дыбысына келтіріп айтып алған. Bye bye. Bye bye. Bye bye деп айтады. Bye bye. Және бір сөз бар. 我是 Никол. Мысалы, 我是 Никол. Мен Николмын деп айтқан кезде, 我是 Никол. Мысалы, сіз өзіңіздің атыңызға сәйкестіріп айта беріңіз. Бәлкім атыңыз Руслан болса, 我是Руслан деген сияқты. Ал келесі, ол да өте жақсы. Бәлкім екі адам бір-бірімен амандасқан соң, үшінші адамның жағдайында сұрау мүмкін. Ол кезде ол да өте жақсы деп айтқан кезде, 他很好. Ол да өте жақсы. Ол өте жақсы. Ол да жақсы. 他很好. Ал енді жаңадан үйренген бүгінгі сөйлемдерді міндет түрде ілесіп бірге оқыңыздар және дыбыстарыңызды шығарып дауыстап оқыңыздар. Сонда ғана естеріңізде жақсы қалады. Тілдеріңіз үйренеді Қытай тіліне. Біріншіден бастаймыз. Әрбір сөйлемді 3 рет қайталаймын. Міндет түрде бірге қайталаңыздар. 你好. 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 Екіншісі, 你好吗? 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 Үшіншісі, 我很好. 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 Келесі, 你呢? 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 Келесі, 我也很好. 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 Келесі, 谢谢. 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 Келесі, 不用谢. 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 Келесі, 再见. 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 Келесі, 我是 Nicole. 我是 Nicole. 我是 Nicole. ең соңғысы, 他很好. 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 Әрине, соңғы сөйлемде ол өте жақсы деген кезде, оның орнын ауыстыра берсеңіздер болады. Ол бәлкім сіздің анаңыз жайлы сұрау мүмкін. Менің анам да өте жақсы деп айтқан кезде, тек қана таның орнына жаңағы сұраған адамның орнын қоясаңыздар болды. Мысалы, мама деген сөз мама, мама 很好, папа болса папа 很好деген сияқты бәрі ауыса береді. Ал біздің келесі мазмұн, ол иероглифтарды сызық тәртібімен жазыңыз деген мазмұн. Бұл жерде Қытай тілдің иероглифтардың бәрінің жазу тәртібі болады. Осы жерде мына экранда көрсетіп тұрғандай, бұл жерде мысалы мына жерде 10 сөз бар. 10 сөздің әр қайсысы әр түрлі жазылады. Бұл жерде пиында жоқ, әдейі бұл жерде жазбадық, аудармасында жазбадым. Осында келген кезде сіздер үстіндегі жаңағы мазмұндарды қайталап, осы мазмұнға келген кезде иероглифті жаза алмасаңыздар да тануды үйренулеріңіз керексіздер. Міндетті түрде, мысалы бірінші иероглиф ол ми.
ни. Оның жазу тәртібі бар. Қарап отырсаңыздар, негізгі Қытай тілінің жазу тәртібі сол жақтан оң жаққа қарай жазасыздар. Болмаса жоғары жақтан төмен қарай жазасыздар. Бұны шатастырмайсыздар, иә? Мысалы, бірінші иероглиф, мына ниден қарап отырсаңыздар, бірінші жоғары жақта ғана сызықты сызып отыр, содан кейін мына екіншісін сызып отыр, иә? Бірінші сол жағын жазып алып, содан кейін оң жағына көшті. Бұған мұқият қарап отырыңыздар. Ни жазу тәртібіне, егерде сіз уже иероглифті танып білген болсаңыз, міндет түрде үйде жазып үйреніңіз. Жазғанда және міндет түрде осы жазу ережелері бойынша сол очередпен жазыңыздар. Сонда ғана сіздер болашақта көптеген иероглифті білген кезде бәрін жалғастырып әдемі жазатын боласыздар. Егер сіздер басынан қалай болса солай жаза берсеңіздер, онда сіздерге әрбір иероглифтер сурет сияқты болып көрінеді және жаттау өте қиын болады. Әрбір тілдің өзінің ережелері болады. Сондықтан міндетті түрде сіздер осы ережелерге бағынып, осы ережелер бойынша үйде жазып қайталауларыңызды сұраймын. Мына сіздерге үй тапсырма. Бұл иероглифтарды, әрбір иероглифтарды 5 реттен қайталап жазып шығыңыздар. Жазған кезде міндетті түрде өзінің ретімен жазасыздар. Міндетті түрде бұл үй тапсырма. Бұл өте маңызды. Тіл үйрену барысында бұл өте маңызды. Ал соңғысы бізде үй тапсырма. Үй тапсырма болады. Үй тапсырмада бірінші тапсырма сөздерді аударасыздар. Бұл жерде ешқандай пейін жоқ, сіздер аударасыздар, иә? Бұл жерде 5 сөйлем тұр. 5 сөз тұр. Бәлкім сөйлем болу мүмкін, бәлкім сөз тіркес болу мүмкін, бәлкім жаңағы толық бір сөйлем болу мүмкін. Міндетті түрде қазақша аудармасын жазасыздар. Ал келесі үй тапсырманың келесі бөлігі төмендегі сөздермен сөйлем құрастырасыздар. Мына жерде 5 сөйлем, 5 сөз көрсетіп отыр. Осы 5 сөзден жаңағы әр қайсынан бір сөйлем құрастырасыздар. Егерде сіздікі бастапқы деңгей болса, тек пейін-инмен ғана сөз құрастырсаңыздар болды. Тек қана пейін-инмен. Бірақ пейінді жазған кезде міндетті түрде тонымен бірге жазып үйреніңіздер. Ал егерде сізде уже деңгейіңіз бар болса, осы иероглифтердің өзімен, жаңағы иероглифпен жаңағы толық сөйлем жазыңыздар. Үй тапсырманы міндетті түрде орындаңыздар және міндетті түрде Instagram парақшама кіріп, жаңағы комментарий арқылы үй тапсырмаларыңызды қалдырыңыздар. Мен сол Instagram парақшамда сіздерге әрбір сабақтың үй тапсырманың жауабын шығарып отырамын. Сол арқылы өздеріңізді тексеріп алсаңыздар болады. Болмаса мен өзім сіздердің тапсырған комментарийда жазған үй тапсырмаларыңызды сіздерге тексеріп беретін боламын. Онда барлықтеріңізге рахмет. Бірінші сабақтың қытайшасы аяқталды. Егер де осы сабақтарға байланысты қандай да сұрақтарыңыз болмаса, қандай да пікірлеріңіз болып жатса, міндетті түрде Instagram парақшама кіріп сөз қалдырыңыздар. Және де болмаса осы YouTube каналдың төмен жағында комментарий арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды болмаса, жаңа пікірлеріңізді жазуларыңызға болады. Осы сабақта бірге болғандарыңызға көп рахмет. Үй тапсырмасын міндетті түрде орындаңыздар. Және де осы тақырыпқа байланысты осы кітаптағы жазылған сәлемдесудің ақпараттан басқа, шынайы өмірде сәлемдесудің негізі бұдан да көп түрлері бар. Жаңағы қоштасудың да бұдан да көп түрлері бар. Мен бұның бәрін менің жеке Instagram парақшамда шығарадым боламын. Қызықты ақпараттар бүгінгі тақырыпқа байланысты. Сол жерден басқа қандай түрлері бар екен Қытай тілімен амандасудың, сол жерден көріп біліп аласыздар. Жақсы, барлықтеріңізге сәттілік, оқуларыңыз табысты болсын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.